Өңірімізде Көрпе Фест этни фестивалі өтті. Онда қолөнер шеберлері көпке өз бұйымдарын ұсынып, артынан тәжірибесімен бөлісті. Жобаның мақсаты да осы. Аймақтағы көп балалы аналар, оқушылар мен қолөнерге қызығушылық танытқан барлық адамның өз ісін жүргізуге мүмкіндіктерін дамытуға, ұлттық қолөнерді насихаттауға ықпал ету. Ал аталмыш шара межелі мақсатына жете алды ма? Толығырақ Гүлнар Тайжан тарқатсын. Анаға тағзым орталығындағы қолөнер үйірмесіне бүгінде 56 адам тұрақты қатысып келеді. Мұнда қатысушылар тігіннен бөлек рухани демалатын көрінеді. Былайынша өнер терапиясы дейді жетекші. Ол жерде құрақ үйренеді аналарымыз. Жаңа айтып өткенде ранер, салфетка, жайнамаз, перде тігіп үйренеді. Құрақпен айналысып кетуге болады, бизнес бастап кетуге болады. Ранер, салфеткаларды бітті ма, сонымен бизнес бастап кетуге болады. Мысалы, әрқайсымен бизнес бастап кетуге болады. Ол кісілерге бағдар, консультация осы жерде беріледі. Тек қана құрақ қана құрап үйренбейміз. Бұл жерде аналарымыз деген бір-біріне кәдімгідей демеу сүйеу болады. Мысалға, бір анамыз мүмкіндігі шектеулі бала бағып отырса, бір анамыз көп балалы отбасынан шыққан. Бір келіншектер бар, сәби сүйе алмай отырған. Олар осында келіп, тігін барысында отырып, бір-бірімен әңгіме айтып отырып, бірталай ой бөлісіп кетеді. Ал үйірмеге 12 жастан 60 жасқа дейінгі азаматшалар қатыса алады. Оқу ақысыз, яғни тегін. Айта кетерлігі, бір жылға жоспарланған курста әлеуметтік осал топтағы жандарға басымдылық берілген. И, конечно, мы были очень рады, даже счастливы. Фестиваль нақ осы атпен өтіп жатқанына өте қуаныштымыз. Себебі өткен тарихымызға көз жүгірту арқылы біз өскелең ұрпақты тәрбиелейміз. Олардың бойына ұлттық дәстүрді, рухты терең сіңіреміз. Сол себепті бұл шараны өткізу бізге де өте қызықты болды. Қолөнерге қызығушылықпен шеберлік сабақтарына қатысқандардың ең кішісі 14 жаста. Соның бірі аяулымның орталықта тігін тігуді үйреніп келе жатқанына 6 ай уақыт болған. Тіпті осы аз уақыт ішінде мектепке арналған белдемшесін де өзі тігіпті. Менің анам өзімен өзі тігін тігуді үйренген болатын. Енді бұрыннан бері анам тігін тіккеннен кейін мен де қызығатынмын. Үйде бізде көп балалы ананың қызымын. Оның тұңғышымын, яғни айтқанда көмекшісімін деп айтуға болады. Қазірде мен көп зат тіктім, әрине енді тігуге көп нәрсе ойда бар. Қазіргі уақытта мен төсек жапқыш тіккім келеді, жайнамаз тіккім келеді. Енді алдағы уақытта киім тігуде ойда бар. Айта кетерлігі, бұрын соңды өтпеген, тақырыбы да ерекше көрінген бұл байқауда бірде-бір зиялы қауым өкілі төбе көрсетпеді. 30 шақты адамның басын қосқан фестивальде тек өнердің шын жанашырлары емен жарқын жүздесуден демалып қайтқандай. Гүлнар Тайжан, Аңсар Тілепберген, Нұрбол Қыстаубек, Аймақ.